Қараңыз, біз бір адамдарға айтамыз. Ей, біз енді әулеміз ғой, шейхпіз ғой, намаз оқып, бәрі бізде упакованный, өлсек жәннатқа кірейін деп тұрық қой. Біз ана адамдарға айтамыз, анау харам, мынау харам. Қараңыз, өсімқорлық харам ба? Исламда қаншасыншы жылы харам болған білесіздер ме? 22-ші жылы соңғы құтпа бар ғой, пайғамбарлықтың соңғы жылы. 22-ші жылында соңғы құтпада тұрып пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: бүгін сендерге өсімқорлық харам етілді дейді. Барлық түрі харам етілді. Және қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Аббас ибн Абдул-Мутталиб, әкесінің бауыры Аббас радиаллаху анху процент беретін болған, банк болған ол ше. Сол жерде тұрып пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: бүгін өсімқорлықтың барлық түрі харам етілді сіздерге. Және сол өсімқорлықтың біріншісі Аббастың магазині тоқтайды, банк. Аббастың өсімқорлығы тоқтады дейді. Олар енді жаңағы бізде анау болмайды десе, балам сүндеттен өткізайын, сосын тоқтайын деп айтады ғой. Жоқ. Аббас радиаллаху анху сол кезден бастап өсімқорлықты тоқтатқан. Бірақ жігіттер қараңыз, 22 жыл бойы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кімдер жүрді? Мынауны Алла Тағала Құранда айтады: «Сами'на ва ато'на». Олар сондай болған, естісе болды, бойұсындық дейді. Ертең ар күнге қалдырмаған да. Өл десе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өл десе өлуге дайын тұратын сахабалар жүрген да. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өсімқорлықтың харам екенін 22-ші жылы айтып жатыр. Осы үкімдер харам етілді, халал етілді деген үкімдердің бәрі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірінің соңына қарай. Мысалы қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде 13 жыл жүрді ма? 13 жыл пайғамбарлық, 14-ші жылына Мединеге хижрет қылған жоқ па? 13 жыл бойы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кімдер жүрді? Мақталған сахабалар жүрді ғой. Бірақ арақтың харам етілген аяты Мединеде түскен да. Мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келгеннен кейін 2-3 жылдан кейін арақ харам болды, тоқтатыңдар деп. Жоқ, харам етілген аят Мединеде түскен. Мен не айтқым келіп жатыр жігіттер? Біз кеше намаз оқығанбыз да, бүгін адамдарға адал мен арамды жіктеп ажыратып беріп, дұрыс. Бірақ сен айтып отқан адамның жағдайына қарасай алдымен. Мысалы біз бүйтеміз, арақ ішіп отқан адамдарға бар, тахаджуд жайлы айтқымыз келеді да, түнгі намаз, нәпіл оразалар ше. Адамның кішкене деңгейіне қарау керек. Ислам деген нәрсе бұл пырт еткізіп сындыратын нәрсе емес, жай даналық. Ішіп отқан адамдар ма, жұмаға шақыр бірінші, жұмаға. Келсін жұмаға келе берсін. Бірақ үйті бұлай емес, жұмаға бармасаң астағфирулла кеттің бол сен анайқа деген керек емес ондай нәрсе. Ешкім айтпаған ондай нәрсе. Жұмаға келсеңіз жақсы болады. Жақсы жағымен. Жұмаға келіп жүргендерге айту керек: қашанғы жүресің жұма бойы, Құдайды ал. Кеше болды 5 уақыт намазы. 5 уақыт намаз оқып жүргендерге айтып отырмыз ғой: сен не әрбір үшін Құран оқи алмайсың? Не сен түнгі намазға тұрмайсың деген сияқты да. Осылай адамдардың дәрежесіне қарай сөйлейтін нәрсе бұл ислам. Біз қазір исламды өзіміздің білімсіздігімізбен жеккөрінішті қойып жатырмыз ғой. Пайғамбардың сүннеті негізгісі кез келген ортада даналық ұстану.